Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін асқабақтан қатпарлы самса жасаймыз. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Қамырына 1 кесе су, жарты қасық дәу қасықпен жарты қасық тұз саламыз. Осылай қамырды илеп алып, оны қалтаға, салафанға салып қоямыз. Асқабақты үккіштен өткіздіп, пиязды турап аламыз. Екеуін араластырып, құрамына шамалап, бұрыш, қара бұрыш, тұз салып араластырамыз. Сосын сары майымызды қыздырып, оны ерітіп аламыз. Қамырымызды жайып, жаңағы еріткен майымызды қамырдың үстіне әдемілеп жағып аламыз. Жаңағы асқабағымыз бен пиязымызды қамырымыздың үстіне жайып шығамыз. Қамырымызды осылай 4-ке бөліп, 4-еуін біртіндеп ораймыз. Оралған қамырды бөліктерге бөліп аламыз. Оны табаларға орналастырып аламыз. Жұмыртқаны жарып, араластырып, оны орамамыздың үстіне жағып шығамыз. 220 градустағы қызып тұрған пешке саламыз 20 минутқа.